Асыл адам деген не өзі? Неге біздерді асылдарым деп еркелетесін деген сұрақтар көп келіп жатыр. Асыл адам деген ұлтқа, дінге, нәсілге бөлінбейтін, бұл әлемдегі барша жақсы адамдардың басын қосатын үлкен ұйым. Әлбетте Аллах Тағала бұл дүниеге бізді жаратқанда барлығымызды жақсы адам қылып жаратқан. Өзіміздің көзқарасымыз өзгерген сайын, айналадағы заттар өзгерсе, бізде өзгеретініміз рас. Азғындық жариялаған елде жария садақа жасағаныңыз артығырақ деген екен. Біздің асыл адамның бастаған бақытты отбасы жобасы ол да керемет. Отбасылардың армандары орындалатын, балалардың армандары орындалатын, қандай қиындық болса да махаббаттарына берік, бір-біріне деген сүйіспеншілігі артығырақ болған отбасыларды бақытты отбасы деп, жыл сайын олардың армандарын орындап, балалардың армандарын барлығын орындадық. Осы жолда жақсы адамдардың басын біріктіріп, сіздер де бізбен бірге осы кісілерге көмек берсеңіздер, сіздерге де ең қымбат сыйлығымыз баспана береміз деп, олардың басын біріктірдік. Әрине қызықтырдық, біріктік, уәде еткен баспанамызды бердік. Жыл сайын осындай жобаларды іске асыру біз үшін үлкен бақыт. Өйткені біздің туымыздың өзі асыл адам деген әр түрлі түстен құралған адамдардың бейнесі. Әрине қызылға сарыны қоссаң қызғылт, сарыға көкті қоссаң жасыл дегендей, бәріміз аралас құралас адамдардан құралған бұл дүниедеміз. Ал енді барлығымыз біріксек, туды көтеріп алға қарай жүгірсек, адамдықтың ақ туы желбірете берсек, бір-бірімізге деген махаббатымыз, бір-бірімізге деген сүйіспеншілігіміз, барлығы бүкіл дүниенің сасық әртүрлі заттарынан артығырақ болса, адамзаттың бәрі жақсы өмір сүретіні ақиқат. Асыл адам деген осы бауырым. Жақсы адам болғандардан, жақсылық жасағандарынан айналайын. Осының істі сіздермен бірге атқарғаныма қуаныштымын. Әрине, бәрімізді жақсы адамдармыз. Жақсылық жасап, жарысқанымыз абзал. Жақсыларым көп болсын, асылдарым көп болсын. Өмірдің бәрі бір-ақ рет берілетін осы заманда бір-бірімізге деген жақсылығымызды аямайықшы. Осындай адамдардың бәрі асыл адамдар, жақсы адамдар. Жақсы адамдар көп болсын.